Өз жазған жоқ, жаздыртқан бұл. Қайбір өз жазады дейсің? Нас всех, простой народ. Вы настолько отделились от народа, что вы даже не понимаете, о чем вы говорите. Я не за себя. Вот человек за нас заступается, я тоже хочу о ней сказать два слова. Я хочу, чтобы быть услышанными, мы хотим быть, понимаете? Нас ни за что судят. Вот, например, ее закрывали, осудили на какие-то там труды. Человека, который никакого отношения не имеет к этому, понимаете, за ни за что. А настоящих преступников, грабителей, да, которые ходят с поддельными документами, проживают незаконно в квартире, допустим, моей, да, по моей квартире по адресу Габдуллина 4.1, квартира 6, по поддельным документам. Я вот сегодня сказала, прокурор сказал, примем меры, будем смотреть. А вот человека ни за что осуждаете. Как это так? Как так? Мы пришли в прокуратуру, чтобы нам немножко помогли. Вот женщина находится в критической ситуации. На сегодня у нее выключают, ее лишают всех средств существования. Денег, света, газа, воды, всего, понимаете? И она живет с родителями, старыми инвалидами, значит, и в какой-то момент по жизненным обстоятельствам взяла несколько кредитов. 2 миллиона где-то. Эти 2 миллиона превратились в 9 миллионов. И на сегодня этот человек без средств существования, зарплатой 60 тысяч, просто ее уничтожают. Этих стариков, ее, как так? Вы же прокурор, пожалуйста, мы просим оказать ей помощь, выступить в ее защиту, представить ее интересы в судах, в незаконных судах, спасти ее от этого ужаса и беспредела. Вот наши требования. Мы, значит, общественники города Нур-Султан. Менің фамилиям Базарбаева. Базарбаева, аты жөніңіз? Сәуле. Қойшыбай қызы. Сәуле Қойшыбай қызы. Енді сіз өзіңіз мәселеңіз бойынша бас прокурорға жазыңыз, неге күнде звондаймыз, күнде сендер жазбайсыз. Қазір сізді приемға қабылдады ғой, дұрыс па? Иә. Слушай, маған сотқа барып, менімен бірге. Мен былай айтайын. 2019 жылдың 9 маусымынан бастап мен митингке қатысып, 2 митингқа қатысып, содан 1 қыркүйекте ресми түрде мектептен кетіп, осы жолға түстім. Өйткені әділетсіздік Қазақстанда толып тұр, заң жоқ. Сол үшін осы жолға түстім. Содан саяси тұтқындардың бүкіл нелерін, биографияларын, өмір баяндарын көріп, шынымен де әділсіз отырғанын көріп, 10 қазан күні ма, 10 қыркүйек күні, неге 10 қыркүйек күні бәйтеректің алдында мен Мұхтар Жакишевқа бостандық деп талап еткенмін, өзімнің азаматтық борышымды орындап. 17 қыркүйек күні бір полицейский 3 азаматтық киім киген 4 еркек 4 жағымнан сүйреп, көлікке отырғызып, есіл ішкі істер роботысын алып келіп, ол жерде мені қинап, сынған аяғыма қарамай, шақыртқан жедел жәрдемді қуып жіберіп, мені құлатып, сотқа сүйрелегенде құлатып, оны видеоға түсіріп, одан кейін оны бәрін желіге салып, неадекватная Зубайда деп шығарған. Содан 10 желтоқсан күні 2019 жылдың Өтепаев Мейірбан есік алдында сіңілімнің үйінде отырғанда Өтепаев Мейірбан азаматтық киім киіп, азаматтық көлікте мені аңдып, артынан жүгіріп, соңғы мен бүкіл тұрғындарды оятып тұрғызғанда, мені жай мәшінеге отырғыза алмай, ресми түрде полиция көлігін күткенше менің үстінде, қардың үстінде отырды. Осы барлық келеңсіз жағдайды көрген соң, мен ашынып қазір бұлығып, әрине айғайға салып жүрмін. Өйткені заң жоқ, айғайламасам шенге шықпайды, қазақ халқы айғайласа ғана назар аударады саған. Сол үшін айғайлап кеттім. Әрине ол заңсыз, кішкене дұрыс емес болды, бірақ та енді айғайдан басқа менің күшім болмады. Соны енді заңсыз отырғызады, қамайды. Мен көпшіліктің, бүкіл халықтың мұң-мұқтажын жоқтаған қазақтың қызымын. Сендерден ештеңе сұрап отырған жоқпын. Пәтер, ақша, шенге сұрап отырған жоқпын. Заңның алдында тазамын, ешкімге қарызгер емеспін. Өмір бақи бастаушының мұғалімі боп істеп, өмір баяным өте таза, кірпиязбын.
Ал енді менен қылмыскер жасап, экстремист жасап, отырғызып, 3 рет 15 тәуліктен отырғызды. Неге ашынбаймын? Неге мен айғайламаймын? Айғайлайтынмын. Енді мені кеше ғана 80 сағат қоғамдық жұмыс атқарып келдім. Бет аузым күйіп кеткен күннен ашып жүр. Қолым жүрмейді. Өмірімен қара жұмыс жасамағам, ауылдың қызы болсам да. Енді бұрын мен 17 жасыма дейін ауылда жұмыс істесем, ол менің өзімнің үйім, өзімнің тамағым, өзім үшін істейтінмін. Әмбе онда мен балғын жас қызбын. Қазір енді картидім 52-демін. Жаным шығып кете жазады. Соның өзінде абыроймен осы істі атқарайыншы, істейінші осы жұмысты деп. Бишараланбай істеп шықтым. Әрине, билік менен одан жаман әрекет күтті. Осы Зубайда қазір сынып, құлап, сылап, жылап, ертең соңген бұны психушка қамаймыз ба деп сондай әрекет істегілерін келді. Бірақ мен бұны абыроймен, халықтың үндеуімен, халықтың демеуімен атқарып шықтым. Қазір мен шаршап тұрмын. Ақшам жоқ, кірген жұмысымнан шығуға тура келді. Қай жұмысқа кірмесем, мен қамап қояды, қайта шығып кетем. Енді осы мені пробацияның алдында балабақшаға мұғалім болып кіргенмін. Кәдімгідей бір күн істеп мен ата-анадан рахметімді алған мұғалім едім. 2 күннен кейін мені жұмысқа шығарып жіберді. Қазір тағы да мен жұмысым жоқ, қаражатым жоқ, күн көретін ақша жоқ. Оның үстінен мен бір бөлмемді пәтер жалдауға беріп едім. Оның өзінде менің учаскелік полициям келіп, маған айыппұл тігіп, тіпті бөлмемді жауып тастады. Енді ешкімді кіргізе алмай, мен қазір күн көретін ақшам, қаражатым жоқ. Жұмыс істейін десем қамап қояды, жұмыстан шығарып алады. Пәтерімді жалға беріп, әрине кімге ұнайды? Біреу сенің үйінде бөтен адам кіріп, тарс-тұрс етіп, есікті салдыр, күлдір, ас бөлменің тамағын пісіріп сөйтіп жүрген кімге ұнайды? Соның өзінде шыда жаным, шыда деп бір пәтер жалдаушыны кіргізбем. Соның өзінде менің учаскелік кімеді Аслан деген қуып жіберді. Енді менің көретін күнім, қаражатым жоқ.